Сәлем, өткен аптаның басты жаңалықтарына шолу жасап шығайық. Бұл Ақылтай арнасы, менің есімім Ардақ. Елдегі және әлемдегі жаңалықтардан хабардар болғыңыз келсе, арнаға жазылып қойыңыз. Мұнда мен сіздермен бірге ең өзекті, әрі ең қызық жаңалықтарды талқылап, жеке пікірімді айтамын. Сонымен бастайық. Апта басында елге қазақтың соңғы ханы Кенесарының бас сүйегі жеткізіледі деген хабар тарады. Бұл туралы Шоқан Уәлиханов атындағы Тарих және этнология институтының директоры, тарихшы Зиябек Қабылдинов жариялады. Кенесары қазақтың соңғы ханы екенін, 19 ғасырда өмір сүріп, орыстың отарлаушы саясатына қарсы шыққан көтерілісші екенін айтып жатудың мәні жоқ деп есептеймін. Кез келген адам Гуглға теріп, оның кім екенін біліп ала алады. Алайда мені таңғалдырғаны, ғалым халқымыздың тарихына аса қымбат, аса маңызды тарихи тұлғаның бас сүйегі туралы хабарды әлеуметтік желідегі жеке парақшасында жариялағаны болды. Елдің рухын көтеретін, мемлекеттің тарихын байытып, қазақтың әруағы тыныш болсын деген түсінігіне мемлекет, үкімет өзі араласпай, бір ғалым оның үстіне жеке парақшасында жариялайтын нәрсемеді деген ой келеді. Меніңше үкіметтік комиссия, арнайы министрлік бұл іспен тыңғылықты айналысып, елге бірден нақты әрі дәл ақпарат беруі керек еді. Бірақ ел құлағын түріп қойып, дәл осылай рас өтірігін жұмбақтау, дәл осы Кенесарыдай тұлғаға қатысты болмауы керек еді. Айтқанымыз айдай келіп, артынша бірден бұл жазба өшірілді. Неге өшірілді? Бас сүйек қайтарылатын жалған ақпарат па? Мұнысы не болды деп елдің құлағы түрілді де қойды. Меніңше ұлттың рухын көтеретін мұндай тарихи оқиғаларға қатысты жұмысты бұлай жүргізбеу керек ау. Айтпақшы, сол ғалым Зиябек Қабылдинов хабарласқан журналистерге Кенесары ханның бас сүйегі Қазақстанға жеткізілген соң ғана мәліметтерді егжей-тегжейлі айтып береміз деп уәде беріпті. Бұл жазба сонда не үшін жарияланды? Неге мұндай мемлекеттік маңызы бар іс 2-3 мәліметпен таралды екен? Түсініксіз. Ал біз болсақ енді келіп ойланайық. Хан кененің басы қайда болуы мүмкін? Бүгінде Кенесары ханның басы Петерборлық Кунсткамерада немесе Эрмитажда сақтаулы деген әртүрлі пікірлер бар енді қоғамда. Қырғыз жерінде өлтірілген ханның басы Орыс жеріне жеткізілді деген хабар қазақтың ұлттық көсемі Әлихан Бөкейханның жазбасында айтылған. Бұл Сұлтан Кенесары Қасымовқа байланысты тарихи материалдар атты 1923 жылы Ташкентте жарық көрген кітапшада айтылған. Бұл еңбекті Әлихан Бөкейхан Степняк деген лақап атпен жазғаны белгілі. Ал Әлихан бұл мәліметті қайдан алды деген сұрақ қоярсыз. 1845-1846 жылғы оқиғалардың қатысушысы сол кезде 85 жастағы қарттың аузынан жазып алғанын айтыпты. Алайда біздің билік сыртқы істер министрлігі 2004 жылы сол Кунсткамераға сауал жолдаған екен. Онда Кенесарының басы да, оған тиісті заттар да жоғы айтылған жауап келіпті. Бірақ содан бері міне 15 жылдың жүзі болса да тарих осылай тұралап қалып отыр. Бұл енді ол кім, бұл не дегенде айтып жатқаным ғой, біле жүріңіздер, келесі жаңалыққа өтейік. Бұл апта басталысымен біздің елде коронавирус жұқтыру дерегі көбейді. Бүгінде тіпті антирекорд тіркелді. Тәулікте жұқтырғандар саны 2700-ден асып кетті. Тоқаев жағдайды түзеуге бір ай уақыт берген соң қалаларды жабуды және толық локдаун жариялауды жоспарлап отырмағанын мәлімдеді. Құдайға шүкір деп қойық. Алайда министрдің айтуынша мұндай радикал шаралар өте тиімді екен. Осы аптада Қырғызстанда митинг өтті. Оған бір топ жігіт алып қашқан 27 жастағы қыздың өлімі түрткі болған. Алып қашқан деу енді дұрыс емес шығар. Мұнда адам ұрлығы сөз болып отыр ғой, шыны керек. Оқиға 5 сәуірде болған. 3 жігіт бір көлікке қызды күштеп отырғызып алып кеткен. Оқиғаның видеосы да жарияланған. Сосын 2 күн өткенде Бішкек түбінде 2 адам өлі табылған. Олардың бірі алып қашу құрбаны болған Айзада Қанатбекова болып шыққан. Ал екіншісі оны өлтірді деген күдікті. 27 жастағы қыз жігітпен 4 айдан бері таныс екені анықталған. Бірақ қыз тұрмысқа шығудан бас тартып, арты осы оқиғаға әкеп соққан делінеді қырғыз бақтарында. Митингіде жұрт
алып қашу дәстүр емес, министр кетсін деп ұрандатқан. Наразы жұрт елдің ішкі істер министрі өз қызметін дұрыс атқармады деп айыптаған. Себебі осыған ұқсас оқиға 2018 жылы болған екен. Ол кезде де алып қашу құрбаны өлі табылған. Артынша министр Ұлан Ниязбеков отставкаға кеткені белгілі болды. Кейін Айзаданы алып қашқан жігіттің аудио хабарламасы тарады. Ол онда туыстарынан кешірім сұрап, Айзаданы қатты жақсы көргенін айтқан. Бұл оқиға тек Қырғызстанда емес, ТМД елдерінде шошытып отыр. Сөйтсек, күдіктіге Ресейге кіруге тыйым салынған екен. Ол бірнеше мәрте сотты болғаны айтылады. Ал мені қаланың қақ ортасында тапа-тал түсте видеоға түсіп қалса да, полиция оларды 2 күн бойы таба алмауы шошытып отыр. Жігіт сүйген қызы қарсы болса да, оны меншіктеп, келіспесең өлтіремін деуі асқан цинизммен жасалған қылмыс емес пе? Таныш жағдай, біздің елде де қызды еркінен тыс алып қашу, оны сосын дәстүр деп ақтап алуға тырысатындар бар. Бір түсінбейтінім, алып қашып бақытты болып кетемін деу, бірінші күніңнен бастап күш көрсету, зорлық жасау болып кетпей ме? Осыны ойланбайтын жұртқа таңғаламын. Бұл аптада талқыланған тағы бір тақырып Қазақстан телеарнасындағы Егіз лебіз шоуы болды. Шоуға қатысқан Зак 91 тобының мүшесі бұл шоуға өкпесін жеткізіпті. Жалпы былай ғой. Зак жалпы мұндай той бизнес адамдары қатысатын шоуға қалай қатысып жүргеніне өзімде аң-таңмын ше. Осы жерде бір негатив туа екен, 7 миллиард бір бүтін елде ұрандатқан Закқа біреулер тисе екен деген ой болған еді шыны керек. Сөйтсе керісінше бәрі жақсы болған. Зактың өзі мұны Тимур Балымбетовке берген сұхбатында айтып беріпті. Алайда ол бұл жобаға қатысуына себептеп, мұндай да өнер бар деп көрсеткісі келгенін атапты. Енді бір қызығы, сол Егіз лебізде Закқа, рэперге дикцияң түсініксіз деп айып тағылыпты. Рэперге ойлаңызшы, онда скриптонит мына шоу қазыларына тіпті де өнерпаз болмай қалып отыр ғой. Да ты Бұл аз десеңіз, енді осы шоудың редакторлары Закты бала күнінде қиындық көрген, анасына иіскеп сипау дегенді білмей өскен деп көрсеткен. Ал Зак негізі мұнда менің анам ауылға жиі келмейтін, бірақ мен жаз сайын барып тұратынмын. Иіскеп сипау болған жоқ, өйткені маған ондай ұнамайды, мен қашатынмын деп қана пікір білдірген екен. Ал шоудағы шығарылымда Закты бір аяушылық сезім сұрағандай қылып көрсеткен ғой. Бұл рэпердің ашуына тиген. Өкпе назын Инстаграмда былай деп жеткізіпті. Көрерменге шоу редакторларының көзге жас алғызып, көңіліне тиетін арзан ход қолданғанына және оған Зак сияқты мықты өнерпаз құрал болып кеткенін айтамда. Айтқаныңды теріс айналдырып, адамның анасы, отбасы сияқты құндылықтарына тиісу меніңше рейтинг жинаудың ең бір арзан жолы. Осындай ходтарды бұрын Ресейдің шоу бизнесінде жиі байқаушы едік. Сондықтан шулап жатқан Егіздің назы орынды екен деп қалдым ғой. Сонымен бұл аптада көп талқыланған жаңалықтар легі осындай болды. Соңына дейін көргендеріңізге көп рахмет. Арнаға жазылып қойыңыз. Айтпақшы ұнаса лайк баса кетіңіз.